Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұқай. Мен бала тәрбиесінде 15 жыл тәжірибесі бар маманмын. Мен ылғи айтып баланы тәрбиелес бұрын бірінші өзіңді тәрбиелеу керек. Өйткені бала сенің айнаң. Ол не көрсе соны жасайды. Үйде мысалы кітап оқы десеңіз, ол сізден көрмесе, не әкесінен көрмесе бала жасамайды. Бала көргенін ғана жасайды. Сол сияқты бүгін өте маңызды тақырыпты айтайын деп отырмын. Өйткені ол көп адамдар өз өмірінің жауапкершілігін қолына алмай жатады. Бүгінгі сабақ өз өміріңнің қожайыны болу. Өз өмірінің қожайыны болу. Жалпы адам Алладан сұраған кезде нені қаламайтынын сұрап жатады. Себебі түйсік оны жақсы ма жаман ба ажырата алмайды. Түйсік бірге бір орындайды. Қожайынымыз бүгін бізге бұйрық беріп тұр деп айтады. Мысалы біз суық күні, бір қысты күні, өзім басымнан болған жағдай. Бұрын күн суық болған кезде мен далаға шыққанда күн бүгін суық екен, жолым болмай қалды, аяз екен, аяғым қар болып қалды. Не болмаса автобусты тосқан кезде автобусты көп тосып қалдым, бүгінгі күнім сәтсіз өтті деп, одан кейін біз жәнегі Аллаға бүгін Құдай жолында оңғартпаған күн болды екен деп Аллаға жауап саламыз, жауапкершілікті. Адам бұл позицияға түсіп алу, оның басты себебі жастық шақта екен. Онда қандай рөлдер болады, сол жайында қазір айтатын боламын. Жастық шағымызда әртүрлі рөлдер болады екен. Цинь империясының императоры және қатты ауырып қалады екен. Содан кейін бір ғалымға келеді де, мені емдеп берші, мен осындай жазылмайтын дертке шалдықтым деп айтқан кезде, кешіріңіз, мен емші емеспін, емдей алмаймын деп айтады. Сосын кейін жәнегі император кетіп бара жатқан кезде бұрылып, тоқтаңыз, барлық аурудың 3 себебі болады, соны айтып берейін дейді. Бірінші себебі мақсатсыз, мәнсіз өмір дейді. Екінші себебі жәнегі өмірдің заңдылықтарына қарсы жүру дейді. Үшінші себебі жәнегі стресс, депрессия, эмоциялар, негативті эмоциялар деп айтады. Және мақсатсыз өмірімізге мақсатқа мән бермесек, өмірлік мақсат дейді. Өміріміздің мақсаттар және ішкі мақсат және сыртқы мақсаттар болады. Біз өмірдің ішкі мақсаттарына мән береміз деп, бала шағамызға және ақшамыздың таусылып қалмасына, ақшамызды көбейтуге, жұмысымызға, сондай өмірдің ішкі мақсаттарына мән беріп, сыртқы мақсаттарға мән бермей жатамыз. Сыртқы мақсат жайында келесі сабақта айтатын боламын. Жәнегі сол ішкі мақсаттарға мән беріп жатады. Екіншісі жәнегі өмірдің заңдылықтары дейді. Өмірдің заңдылықтары мына жол жүру ережесі сияқты өмір заңдылығының ережелері бар. Жол жүру ережесінде ережелерді сақтамасақ, біз қайтеміз, аварияға ұшырауымыз мүмкін, екі машина соғылып. Сол секілді өмірдің заңдылықтарында білмейтін болсақ, өмірімізде жәнегі авария болып ауруға шалдығып, одан кейін не болмастан өмірден өтуіміз де мүмкін. Сол үшін өмірдің заңдылықтарын жақсы білгеніміз дұрыс. Және негативті эмоциялардың да тоже алдынан бері айтып жүрмін. Ол дегенің бізді ашу-ыза, кек, олар да бізге жәнегі ауру туғызатын керексіз эмоциялар. Эмоциялардан біз бірден бір себеп сол екен. Сол эмоциялар ішіне әсіресе осы адамның тәкаппарлығы, осы тәкаппарлық сезімі бар адам, тәкаппарлық екі түрі бар дедік. Біреуі өзін біреуден жоғары, екіншісі біреуден төмен санау. Тәкаппарлықтың осындай екі түрі бар екен. Бірінші жәнегі менің оны білген кезімде менде саналы түрде вау деген ой болды. Содан өзімнің жәнегі почка ауруынан айықтым, және өзім зоб ауруынан айықтым, одан кейін кірж ауруынан айықтым. Осы тәкаппарлық сезімдерімнің бар екендігін білген кезде. Және тәкаппарлықтың біріншісі өзін жоғары санау, өзін басқалардан, өзін жоғары санап біреуді кінәлап отыру, үнемі біреуден кінә іздеп мін тауып отыру. Екіншісі жертва, менің мына өміріме өкімет кінәлі, әке-шешем кінәлі деп өзінің өміріне жауапкершілікті алмай жертва болып отыру. Ол да тәкаппарлыққа жатады екен. Бір қызығы, осы екі тәкаппарлық бір-бірін өмірде тартады екен. Және жертва адам диктаторды тартады, екеуі сөйтіп бір-бірімен арпалысып отырады. Бұл бізге қайдан орнайды? Жастық шақтан орнайды. Жастық шақтан біз бұрыннан және салыстыру арқылы екен. Бала күнімізде бізді салыстырғаннан
пайда болады екен. Ол үшін біз ата анамызды кінәлай алмаймыз, өйткені олардың ата аналары сол тәрбиені берді де, ол көрген тәрбиесін бізге қолданды. Ал біз одан қайта біз оны біліп сабағын алуымыз керек. Сабағын алу дегеніміз қалай? Сабағын алу деген осы тәрбиені біз алдық, осы жер дұрыс емес екен, осы жер дұрыс екен деп, дұрыс емес жағын қолданбай, дұрыс жағын баламызға өмірімізге қолдану болып табылады екен. Сондықтан бұл екі тәкаппарлық та бізге керек емес. Гитлер жәнегі дүние жүзін жаулап алғысы келді, иә, өзінің жаңа тәкаппарлығымен дүние жүзін жаулап алып, бір тәртіп орнатпақшы болды. Бір басшы, бір ел басқар, бүкіл дүние жүзін бір ел ғана басқарса деген ой болды. Оның ойы, ниеті дұрыс, иә, бірақ позициясы, іс-әрекеті дұрыс емес. Басқыншылық ретінде біз мына әлемді басқара алмаймыз. Сондықтан біз өмірімізде ешкімді кінәламай, салыстырмау керек. Бұл жерде ең маңыздысы салыстырмай, өзіңді өзгелермен салыстырмай, адамды жаратылыстың ең жақсы көркем жаратылыс, Алланың жаратылысы, мен де жақсы, сен де жақсы позициясын ұстанып натын болсақ, әлде қайда біздің өміріміз жақсарады екен. Сондықтан бағалаушы емес, баға беруші емес, бағалаушы болайық. Баға беретін бізде тек қана Алла.